Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. 38-ші бет, 3-ші жаттығу. Listen point and read repeat then match. Балалар, бұл жерде көріп тұрмыз, иә? 5 сандық тұр. Соның ішінде сандар тұр және қасында әріп тұр, иә? Енді мына жаққа қарайтын болсақ, бізде бұл жерде в айтып тұр, иә? 100. Екіншісінде бізде болады осы сандардың ағылшынша айтуы мына жерде жазылған. Соны біз орнына қойып табып шығуымыз керек. Ендеше екіде болады бізде 1000 болады, яғни бізде е болады. Үште болады бізде с болады, 250 болады. Төртте бізде болады д, 900. Бесте болады 518. А болады. Міне балалар оп-оңай. Әрине бұны енді сендер кішкентайсыңдар, бірақ уақыт өте келе үйреніп аласыңдар апайларыңмен бірге. Ендеше келесі тақырыпқа көшейік. 4-ші тақырып, иә. Яғни бұл жерде балалар бізде қосамыз, иә. Қанша шығады, иә? Мысалға 500 бен 250-ді қосақ 715. Сол сияқты жазып шығатын боламыз. 250 көбейді 4, ағылшынша болады бізде 600. 250-ден аламыз 338. 540 болады. 540. 370-ке қосу 460, ағылшынша болады бізде 1840. Бесі болады, 230-ға 3-ті қоссақ, көбейтсек 690 болады. Бесі болады бізе 1000, 210-ға қосу 790. Балалар, бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сендерге көрсету үшін қысқаша түсіндіріп айтып тез жаздық. Өздерің тағы да қайталап, жаттап оқып, өздерің үшін әрине сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Рахмет. Сабақтар күнделікті шығып тұрады.